Сәлем достар, бүгін біз оладьи жасаймыз. Цельнозерновой ұннан, яғни тұтас дәнді ұннан. Орындалуы өте оңай, пайдалы, дәмді. Ол үшін біз алдыменен 500 мл кефирді алып, оған жарты шай қасық ас содасын қосып, араластырып 10 минут 15 минутқа қоямыз. Енді 2 жұмыртқа, оған 3 ас қасық қант қосып араластырамыз. Шым-шым тұз қосамыз. Массамызға 50 мл сұйық май қосамыз. Араластырып, көтерілген кефирімізді қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Оған 250 грамм ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, 15 минутқа қойып қоямыз. Қамыр қою болады, видеода көрсетілгендей. Енді табамызды қыздырып, кішкене май жағамыз. Дайын болған оладьиміздің қамырын алып, араластырмай, шетінен қасықпен алып пісіреміз. Жай отта, бетін қақпақпен жауып қоямыз. Назарларыңызға рахмет. Лайк басуды ұмытпаймыз.